Қайырлы күн қымбатты көрермендер, бүгін сіздермен ең дәмді және ең тез жасалатын ауызашар сорпасын дайындаймыз. Каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді тұзды суда толығымен піскенше 1,5-2 сағат қайнатып аламыз. Көбігінен тазартып, баяу отта пісіретін боламыз. Салатымызды дайындау үшін қызылшаны тұзды сеуіп, фольга қағазына орап, 35-40 минутта 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Қызылшаны және алманы қабығынан тазартып, ұсақтап тураймыз. Үстінен ұсатылған грек жаңғағын қосамыз. Үстінен кішкене ғана мейіз турап саламыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай майонезбен немесе қаймақпен немесе йогуртпен араластыруға болады. Мен 1 қасық зәйтүн майымен араластырдым. Етіміз піскен кезде сорпадан сүзіп аламыз. Үстінен сәбізді, картопты және тәтті бұрышты видеода көрсетілгендей турап, кезекпен сала отырып пісіреміз. Көкөністер піскеннен кейін үстінен етімізді саламыз, дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз, өз қалауыңызға қарай үстінен жасыл шөптер қосуға болады. Осымен біздің сорпамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.